Астрхан қаласында Астрхан ноғайларының тарихini, тіліне, адабиятына бағысланған төгірік сыпыра болып өтті. Оны едіге деп аталған ноғай маданиятының орталығы ұйымлаған. Ілмілік шарасына бағысланған төгірік сыпырада республикадың Ноғай район муниципалық түзілісінің Қараша Шеркеш Республикасының администрация вәкілдері, журналистер Асан Найманов, Эмир Өтебалиев ортақшылық еттілер. Йылғанлар алдында Астрхан областындегі едіге деп аталған Ноғай маданият орталығының президенті Илдар Аль-Мухаммедов құтлау сөзімен шығып сөйледі. Онан соң Астрхан ноғайларының тарихini, тіліне, маданиятына бағысланған докладларман филология ilmілерінің докторы Анна Дыба, тарих ilmілерінің кандидатлары Салават Хамидуллин, Ахмед Ярлыкапов, яс ақтарушы тарихшілер Рамил Ишмухамметов, Амир Мусаев шығып сөйледілер. Ноғай ярықландырушысы Равил Жумановтың естелігіне бағысланып өткөрілген ilmілік шарадың тамамы бойынша, Алтын Орда вақытынан алып, Үлкен Ордады, Қырым ханлығын, Астрхан ханлығын терен, кеспілік өлшемінде үйренмөгі. Онан басқалай болып, юртшы, Қарағаш ноғайларының тілдеріне бағысланған пособиелер баспаламаға деп қарар қабыл етілінді. Біз соңғы хабарларды бердік. Рекламадан соң берлісімізді бардарамыз.